Армысыздар, қадірменді қауым. Негізі жазбайын деймін бұл видеоны. Көп видео түсіру ойда болған. Сәт түспей жатыр да. Негізі өзімнің жұмысым бар ғой. Сода көп жұмыс жиналып қалды да, соны қазіргі мейрамда бітіріп тастау керек. Мейрамға дейін. Қазір сағат 11:17, 30 желтоқсан 2021 жыл. Не деймін енді? Мен негізі кино түсіргім келеді қазақша. Өйткені өзіміздің киноға көңілім толмайды. Өзіміздің нағыз қазақи дегендей. Енді өздеріңіз білесіз ғой, қазіргі кезде қазақтың киносы өте енді былай аяғын көтеріп келе жатыр. Бар, жақсы жаңағындай контент, бірақ көбінесе орысшада, және орысша қазақша алмастырып жаңағындай. Мен негізі таза қазақша кино түсіргім келеді. Сондай ойда бар болашақта. Әрине менде жаңағындай тәжірибе де бар. Өзім жаңағындай короткий метр, өзім түскем де. Бірақ көбінесе массовка жаңағындай неде. Сондай да түскем. Сондықтан бұлай сценарий жазып, жаңағындай бәріне ұсынып, кинокомпанияларға өзім жаңағындай режиссер ретінде көргім келеді. Ал актер ретінде маған былай қараса қызық емес сияқты бар ғой. Енді алмағаннан кейін кастингтерге барып, жаңағындай болады ғой, өзі көңілім қалып қалады. Бірақ енді болашақта көреміз, мүмкін түсіп қалармыз. Қазіргі айтайын деп жатқаным, бұл өзі негізі кездейсоқ болып қалды. Видео түсірем дегенім ше, бейне түсірем дегенім негізі түсірмеу керек еді. Көп видео түсіру керек еді негізі. Оның бәрі енді келесі жылға алайын деп тұр. Құдай бұйыртса енді оны түсіре жатармыз келесі айдан бастап. Әзірше дайындалып жатырмын соған. Енді блогерлік енді ол тек қана хобби. Ол қазіргі қалайсы болады, тауып атқан наным емес қой енді. Басқа жұмыста жұмыс істеп жүрмін, сондықтан қолым тимейді. Айтайын дегенім, мен негізі сценарийларымды жаңағындай қазір шолып өтем. Егер де осыны көріп, осы видеоны болашақта менімен бірге жұмыс жасар адамдар табылып жатса, келешекте бір қазақтың киносын өркейтіп, жаңағындай көркейтіп, қазақтың бір киносын жаңағындай жанашырлары болса, тәжірибе ретінде мысалы бір-бірімізге көмектессек, сондай жандар болса, хабарласыңыздар, бірге жұмыс істейік. Бұл жерде мен бірнеше жанрға бөліп тастадым. Жаңағындай киноның несін неше түрлі көп негіз жанрларда мен жазып жүргенім, жаңағындай сценарийлер дайындап жүрмін. Біріншісі фильм притча сияқты, андай
нақыл сөз, сондай жаңағыдай социальный ролик сияқты. Бұл жағы бір оны мен негізі өзімнің осы бір аңыз сияқты бізде төлеңгіттерде жаңағындай мен өзім төлеңгіт руынан боламын. Төлеңгіт елінен ішіндегі қонай руынан толық айтсам. Біздегі жаңағы бір аңыз не әңгіме бір нақыл сөз жаңағындай бір бала не боқтай береді енді шешесінен анасынан соны жаңағындай боқтай береді. Сол бір күні жаңағындай ақсақал жолықтырады, енді үйіне жолығады, ұзақ сапардан келген жаңағындай. Сол ана кім немеді, мамасы сол ақсақалға жаңағындай нан беріп, жаңағындай қымыз беріп не істейді, қарсы алады, жаңағындай отырыңыз, шай ішіңіз, тамақ жеңіз, анау мынау деп. Баласы жаңағындай енді бойжетіп қойған ғой, боқтай береді дейді, бірдеңе істеп жүр, өзімен өзі боқтай береді. Содан ақсақал айтпай ма, жаңағындай аузына келгенді боқтап, неме шешеңнен боқтап, анаңнан боқтап, жаңағындай не. Енді бала жынданып, жаңағындай сен кімсің, анау мынау немеді, маған айтатындай кім едің деп, соншама деп. Мамасы айтады, жаңағындай болмайды, ол үлкен кісі, жаңағындай боқтама, сөз қайтарма деп. Енді ана үлкен кісі ақсақал ренжіп кетіп қалады. Анасы артынан жүгіріп, жаңағындай ақсақал ренжімеңіз, баланың өзі әкесі өскен, жаңағындай немеді, қалайсы болады, әкесі өскен, тәрбие онша көрмеді деп, сондай. Ақсақал жарайды ол, жаңағындай құдайға тапсырдым деген сияқты. Соны бала жаңағындай түнде, түн ғой енді, ұйықтап қалады. Сол ұйқысында жаңағындай оған бір 6 не келеді, жаңағындай дөкейлер келеді. Дөкейлер болғанда енді алып дәу адамдар, дәуіттер ғой. Соны жаңағындай арбада оранған дене жатады. Ол енді жаңағындай бала баж айғалап, жаңағындай кімсіңдер, жаңағындай не істеп жүрсіңдер, мен қазір ана ауылдың жігіттерін шақырам, жаңағы малшыларды шақырам, жаңағындай менің қорамнан мал ұрламақшы болыңдар ма деп, сөйтіп айғалап, жаңағындай ұрысып, қолына тас алып алады, жаңағындай. Ой, сені қайтеміз деп, біз басқа сенің анаңның, сенің апаңның жанын алуға келдік деп, алып кетіп баратырмыз деп. Соны ана бала жаңа жынданып тасы лақтырып, сендер не деп жұлқылап аларды, жаңағындай. Олар енді дәу ғой, енді анау кішкентай жаңағындай жұлмалап, жаңағындай. Соны кешіңіздер, соны жаңағындай не жұлқылап, жаңағындай жынданып, жаңағындай кім қалай деп, соны анау немеді, арбаның ішіне жатқан жаңа оранған матаның жаңа бетін ашады, соны жаңағы апасын көреді, бетін көрсетті. Ана бала жылап, өкіріп, жаңағындай, сен не үшін алып барасың, анау мынау, соны жіберіңдер, қайтарыңдар маған анам, апамды деп. Жаңағы дөкейлер айтады, жаңағындай, сен әр боқтағаның жаңағындай сенің апаң бір күн өмірін алады.
енді толығын білмеймін, енді бір күн немесе бір жыл дедім ма сондай. Сол жаңағындай сөйтіп айтады, бала жаңағындай жылап қайтарыңдар не деп, болды деп ана дөкейлер айтады. Біз болды кеттік, алып кеттік деп. Арба жылжиды да, жаңағындай жылқылар шабады, арба кетеді, ана бала жүгіреді артынан, содан жүгіріп жаңағындай арбаның несін жақтауынан былай ұстап алады. Дөкейлердің жаңағы қанаттары қанаттар шығады, қанаттармен сермеп жаңағындай аспанға ұшады. Аспанға ұшады да жаңағындай арбамен бірге да, енді табыт қой негізі, соны арбаға не істеп алған, жаңағындай салып алған, соны арбамен бірге ұшады, анау жаңағы салаңдап өйстіп бала тұрады, жаңағындай жіберіңдер, қайтарыңдар деп айғайлап, жаңағындай не істейді, қоймайды, қайтарыңдар маған не деп. Сонда жаңағындай дөкейлер айтады, сен бізден сұрама дейді, кеше бізден кешірім сұрама, ана жоғарыдағы кісіден сұра дейді, Тәңірден кешірім сұра дейді, мысалы. Соның бала, Құдай кешір мені, осы не істеген үшін, алсаң менің жанымды ал, анамды, апамды жанын қалдыр деп, кәдімгідей қол шыдамай шаршап қол талып кетеді, жерге ұшады. Соны алар анау жоғары жаққа кетеді, күн жаққа қарай. Соны енді Тәңір жарылқап, бұл бала енді өзі түсінен оянады, боғыша тер маңдайын бер жүгіріп барады, ана апасының бөлмесіне барады да, апа, тірісіз ба, жаңағындай сізді түсімде көріп мынандай болды, анау деп. Содан, ойбай, балам, саған не, бәрі жақсы ма, саусың ба өзі деп. Не болды соншама, түн ортасын деппін ғой, жаңағындай таңертең ғой енді. Осындай сіздің жаңа алып кетті аспанға, мені кешіріңіз енді дейді. Менің жаңағындай осы боқтағаным бәрі менің кесірім, мен кінәлімін, мен кешіріңіз, енді боқтамаймын деп. Осындай жаңағы сценарийдің сюжеті қысқаша. Екінші бұл неонуар. Егерде нені көрсеңіз, Мальтийский ястреб деген, соның түпкі нұсқасы ғой, қазақша, бірақ жаңағындай қалай деуші еді оларды, частный детективтер болады, детективный агентство, сол жерде екі жаңағындай партнер болып істейді, жаңағындай жеке тыңшылар сияқты ғой енді, тергеушілер сияқты, частный детектив. Соған жаңағы бір әйел келеді, жаңағындай мені бір кісі бандит аңдып жүр, менің күйеуім қайтыс болған, жаңағындай бай әйел ғой енді, сол байдың әйелі жаңағындай айтады, сол кісі мені аңдып жүр, бандит, бірдеңені ұрлап алғысы келеді, соны анау деп. Енді кімге? Біріншісі частный детективке, екіншісі кейін келеді, оны соңынан кейін біледі. Сол досы жағының бірге сол әйелмен жаңағы барады, бірдеңе көруге жаңағындай. Екіншісі жаңағындай кейін келеді, соны кейін келеді, о басынан білмейді оның не екенін. Досы жаңа звондап айтады, мен мына жерге кетіп баратырмын, іс бойынша істі тергеу керек, бір неменді әйелді аңдып жүрген, соны барып аңдып жүрген біреу артынан жаңағындай
тексерейін, кім бұл, қайдан шыққан деп сөйтіп кетіп қалады. Анан кілтін қалдырып, жаңағындай өз көлікке отырып кетіп қалады. Енді ана досы қалады, сосын ол да жаңағы жұмыстарын бітіреді, үйге қайтады. Түнде жаңағындай енді өзінің үйіне барады, соң ұйықтап жатқан кезде полицияның телефоны соғады. Жаңағындай кім, сіздің досыңыз өлік тауып алған, сол сіздің жаңағындай частный компанияңыздың телефоны, кім болып келеді сізге, анау мынау деп әңгімесі көп қой негізі, былай тоқетерін айтып отырмын да. Анау айтады, енді менің досым, анау мынау, енді келіңіз опознанияға, кішкене енді түрін мына жаңағындай подтверждение үшін да. Енді келеді, моргқа барады, не істейді. Сон бұл енді бұл енді жігіт өзі іздейді. Ана әйел кім, қай іс бойынша жұмыс істеді жаңағы дос, не болды бұған деп. Оның жаңағы досының жаңағы әйелі 2 баласы қалады. Солар үшін жаңағындай кек алу бір мақсат болады да, ода. Қалай өлтіріп кетті бұны, соны зерттей бастайды. Енді осы сюжеттің жаңағындай қоршалай алғанда осы сюжетке келеді бәрі, түпнұсқасы. Соны жаңағындай іздейді, кім не, сол әйелді ақырында тауып алады. Сөйтсе ол жаңағындай мені құтқарыңыз, осы досыңыз жаңағы сол бандитке тап болды, сол өлтірді дейді оны. Бірақ ақыр түбінде жаңағындай ол жаңағынды табады, жаңа өлтірген кісіні, сол досын. Сөйтсе ол ана әйелмен бірге сол замешан болады екен, кезінде аферистер болған жаңағындай. И әйелдің жаңағы байы бар емес па, оны да бірге өлтірген ғой, ұлап. Содан, бірақ оны кейін енді ол соңына қарай ол сюжеттің бұл сол әйелге ғашық болады, жаңағы жігіт бірге жаңағындай романтика үшін сондай тема болып кетеді. Сосын бұны өлтірмекші болады жаңағы бандит екеу. Ол екеу жаңағындай любовник екен де, енді көңілдестер. Бәрін сөйтіп андай байларға тиеді екен ана әйел. Аны өлтіреді, соның жаңағындай бүкіл имуществосын, мүлігін жаңағы өзіне жазып алады. Аманат ретінде жаңағындай завещание қалдырып, өзіне жаңағындай аударып алады екен де. Күйеуін жаңағы заставлять етіп, сосын уландыра ма, өлтіре ма, сөйтіп махинациялар көп болады екен де. Сондай жаңағындай замкнутый кругты жаңағы жігіт соны клубокты раскрывать етеді. Соны бұған покушение жасайды, бұны өлтірмекші болады екеу. Атқан кезде жаңағындай өкпесіне, иығына тиеді. Соны бұл немеді, қайта суға секіріп үлгереді, соны жүзіп қан көп кетеді. Соны жаңағы досының әйелінің үйіне келеді. Әйелінің үйіне соны жаңағындай әйелі сол досының әйелі құтқарады бұны. Жаңағындай өзі медик қой енді. Медиктерді ештеңе шақырмай өзі бірінші алғаш көмек көрсетті. Содан полиция звондамақшы болды, бірақ ол айтады, оны мені подставить етті. Жаңағындай бір кісіні көзінше өлтірген ғой, соны жаңағындай бұл жігіт кінәлі деп. Оны кейін былай тоқетермен былай сіздерге былай бөліп жазып көрсем ғой.
енді болашақта пока түсіндіргенше ол негізі көп уақыт кетеді деп ойлаймын. Соның жаңағындай бұл полицейский достар болды вообще. Соған жаңағы әйел звондаймыз дейді, сен менің айтқанымды істе, бәрі дұрыс болады деп. Жоқ, жігіт айтады, мен бәрі іздеп отыр, полицияның бәрі, қалай мен полицияға звондаймын, анау сен маған сен дейді жаңағы әйел. Біз общий жауабымызды білеміз жалпы. Сондықтан біз сен мені сен дейді, әйелдер сияқты мен де түсінемін ғой дейді. Соны бұл барады жаңағы особнякқа, жаңағы бай қатын мен ана бандит барады да жаңағындай кірет, бұны атпақшы болады жаңағы бандит, бірақ әйел енді арасында енді любовный отношение болды, махаббатизм. Содан типа жаңағыдай неме келдің, неме қорықпай келіп отырсың, соңғы рет өлер алдында менімен сөйлескің келді ме деп ана жаңағы жігіт енді забалтать ету үшін сөйлейді. Соны сөйлеседі анау мынау. Сосын бұда негізі жучок болады да, не петличка ішінде, бронежилет болады көлігінің ішінде. Соның бәрін записывать етіп отырады да, жазып отырады аудио. Сыртта особенно полиция қоршап алған, күтіп отыр да. Содан ана әйелден сұрақ қояды, бандитке сұрақ қояды, не үшін істедіңдер, анау мынау сиыр бұзау. Соны ана екеуі ашығын айтады, жарайды, біз қазір сені өлтіреміз ғой бәрібір, не үшін істедіңдер, мен білгім келеді дейді. Енді өлсем де, жаңағы жігіт айтады, бандитпен кімде, соның бәрін былай ашығынан айтады. Біз жаңағы ана байларды өлтіргенбіз, анақты өлтіргенбіз, содан сөйтіп афера жасадық, анау мынау дейді. Сөйтіп бәрін сұрақтарына жауабын алады да. И анау жаңағындай айтады, можете приступать к взятию особняка деп кәдімгідей. Алар түсінбей қалады екен, что за это деп. Сосын полиция жаңағындай немеді, полицейскийлар, вы окружены, жаңағы қоршалдыңдар, сдавайтесь, анау мынау деп. Ана бандит жаңағы жігітті атқысы келеді, жігіт немеді, терезеден қарғып сыртқа қарай секіреді. Полиция жаңағындай не взлом спецназ жаңағындай екеуін атады. Екеуі де пистолетпен атады, жаңағы әйел мен и бандит. Полицейскийларға сон не оказание сопротивления деп екеуін де атып тастайды. Ана жігіт бірақ ақталады да, сондай болады. Үшіншісі ол енді ужастик, хоррор. Мен негізі көп ужасты жазамын негізі. Көбінесе ужас қой. Білмеймін, негізі сол кішкентай кезінен сондай ужастиктер анау мынау қалдырып кететін, соны көре беретінбіз ғой, сол ужастиктерді. Бұл ужастик болғанда бұл мынандай ужастик қой. Негізі көп олардың несі. Түр-түрі бар. Ең жаңағындай біріншілерінің бірі деп айтам енді, оны өзім жазғанда енді. Ол, қазір айтам, мыстан, жоқ, жалмауыз кемпір. Не екен білмеймін, соның жаңағындай не жалмауыз кемпір туралы өзім бір идея кетті да. Егер білсеңіз, Павлодар облысында не бар? Кемпір тас дей ма, кемпір тау дей ма, кемпір қорған ба, сондай бір не әулие жер бар өзі. Барған кезде жаңағындай адамдар ауа райы бұзылып,
жаңбыр жауады, тұмандатып кетеді. Сондай андай энергетикасы қатты жерде. Видеода дұрыс көрсетпейді сондай жерде. Сол бір видео көргеннен кейін ой кетті да, сол туралы мүмкін бірдеңе жазып кетемін деп. Жаңағындай мектеп оқушылары барады да, жаңағындай енді экскурсия ғой, сондай жаңағындай сол жерге барады. Бұл енді сюжет, шын деп ойлап қалмаңыз. Барады да, соны сол жерде маңайында жаңағындай жүрген кезде тышып сиіп кетеді да, сол жерде. Содан жалмауыз кемпір, соның несі, әруағы жаңағындай жынданады. Сон ана 5-6 баланың жаңағындай үйіне деппін ғой, әрқайсысын бір-бірден әр жерде өлтіреді. Пока жаңағындай әруақ тынышталғанша. Бұл негізі ұзақ, негізі айтсам бір ғой. Көп идеялар жаңағындай, егер де көрсеңіздер, проклятие, звонок деген кинолар бар ғой. Көбісі не ғой, заимствование ғой, былай қарасаң. Соны бірақ интерпретацияны қазақстандық реалияға жасайын деп отырмын да. Былай өзімше қазақстанский, қазақтың ужастигі сияқты да, жасайын деп, қорқынышты фильм. Енді ұзақтығы жағынан енді көп болады шығар, бірақ қысқаша айтып отырмын да сіздерге. Сосын лабиринт Минотавра деген бар. Ол қысқаша оны айтсам, тоже кім профессоры болады, студенттер жағындай бірдеңеге, маевкаға дейді ғой, қыдыруға жағындай апарат бірлес. Бірақ негізі ол профессор 10 жыл бойы сол өзінің мысалы әртүрлі группаларда, мысалы өзі экскурсовод болады, мысалы барған кезде жаңағындай өзің адамдарды апарат екенде бір үңгір болады. Минотавр білесіз ғой, егер греческий жаңағындай миф қой, Минотаврдың жаңағындай лабиринті болады. Оған былай қысқаша шолып кетсем тарихқа, ол кезінде Минотавр деген мысалы дүлей бір мықты немеді, хайуан болады. Енді хайуан емес, жануар ма, өзі жағы басы өгіз, денесі жаңағындай дәу еркек, асты жаңағындай жылқының несі сияқты да. Жылқының тұяғы жаңағындай жүретін үшін дәу жаңағындай жануар да. Сондай. Соған жаңағындай әйелдер, кішкентай балаларды жаңағындай тамақ ретінде, жертва ретінде беретін. Соғым сияқты ғой енді. Соларды енді пожертвованияны ол өзіне қабылдайтын сөйтіп. Ол енді грек аралдарында жаңағындай шабуыл жасамасын деп Минотавр. Сол үшін жаңағындай балалар, әйелдерді, жас қыздарды соған апарып тастайды екен аралға. Соның лабиринтінде жаңағы жейді. Сондай ғой енді миф сондай да. Соны осы идеяны жаңа неден алдым да, осы сондай фильм мүмкін түсірсем ба деп идея кетті да. Сол неге 10 жыл бойы ол профессор сондай адамдарды, жақтың адамдарын жаңағы соны үңгірге апарып жертва сияқты жаңағындай беретін да. Жаңағындай адамдарды соғым сияқты беретін бәрін.
бергенде ол үңгірге кіргізеді да, жауып кетеді. Ал ары қарай сол Минотавр өзі жейді уже. Не үшін десеңіз, ол кезінде сол үңгірге 10 жыл бұрын ол өзінің баласымен бірге бір шұңқыр жаңағындай құдықтан түсіп кетеді, соның ішіне. Содан жаңағындай Минотавр бұлар жемекші болған кезде еркекке айтады: мен сенің балаңды өзімде қалдырам, ұлын өзімде қалдырам, сен егер өмір сүргің келсе, маған осындай адамдарды жертва сияқты алып келесің дейді. Соны бұл баласын жаңағыдай алып қалған, сол үшін баласын құтқару үшін осындайға барады да. Сонда баласы әлі сода да, бірақ тірі көрсетіп тұрады былай. Ал әкесі жаңағындай, енді бейшара десем де, ол бірақ енді екі түрлі болып тұр да енді. Бір жағынан бейшара, бір жағынан сорақысы ғой негізі. Соны әкеп тұрады екен. Соны бірақ бұл жолғы жаңа апарған өзінің студенттері өте ақылды, өте не десем болады, тапқыр, шапшаң, сондай балалар болады. Бірақ арасында әрқайсысы әртүрлі. Біреу мысалы рэпер болады, біреу мысалы батан болады, өте көп оқиды, өте көп біледі, біреу программист, біреу қалан қызы, біреу қарапайым қыз, қарапайым отбасынан шыққан, жаңа қазақи қыз да. Біреу жаңағындай спортсмен, енді кейіпкерлер әртүрлі. Сонда жаңағындай олар енді соны тірі қалу үшін бәрін жасайды. Жаңа айтқанымдай үңгірге жаңағыдай алдап сылтап кіргізеді, мына жерді көреміз, соның артынан жауып кетеді, өзі шығып кетеді. Соның жаңағындай Минотавр бұларды қуалап, не істеп, ақыры түбінде ол Минотаврдың өзін өлтіріп, үңгірден жаңағындай не табады, шығу жолын табады. Сонда ертелі кеш бәрі бітеді деген осы неде шығар деймін да, осы кинода деймін да. Сол сөздің жаңағындай сөзінің түбі сонда жатыр деп ойлаймын да. соны жарайды, келесі бұл марқұм Денис Тенге арнағым келеді. Спорт жайындағы кино. Бұны енді білмеймін, енді рұқсат бола ма екен, болмай. Бірақ Денис Тен туралы емес, бұл жерде конькиші жаңағындай фигурист, мәнерлеп сырғанаудан жаңағындай солар жайында қыз болады. Жаңағындай фигурный катаниемен, мәнерлеп сырғанаумен, қазақшасы ғой. Соны мәнерлеп сырғанаумен айналысатын жаңағы қыз кезінде айналысқан, бірақ бұл психологиялық травма алып қалады. Ол кезінде жаңағындай жазда өзінің құрбыларымен жаңағындай көлік апатына ұшырайды. Көлік апатына ұшырағанда бұлар скейтбордпен жаңағындай қаланың сыртында трассада жаңағындай келе жатпай ма енді жоғары жақтан. Соны КамАЗ шығып қалады да, ең жақын өзінің құрбысын сол КамАЗ астына түсіп қалады да, бұлар өздері сол жақын құрбысы бұны итеріп жүреді де, өзі астына түсіп кетеді да. Соны көргеннен кейін андай шоковое состояние болды. Өмір бақи есінде қалып қалады. Сол өмір бақи дегенде сол есіне жаңағындай естелік болып қалады. Соны травма болып қалады. Содан кейін 2 жыл өткеннен кейін бұл әлі соны көреді, соны спортты да тастап кетеді, не істеп кетеді жаңағындай. Бірақ бұл қалдырмайды, спорт школада оқиды ғой. Соның мамасы айтады: сен айналысқың келе ме, келмей ме, өзі жөніне кел, жаңағындай не таста,
мына спортты. Не қарапайым мектепке жібереміз сені, сол жерде оқисың, жаңағындай бәрімен бірге оқисың, спорт не істейсің, егер де айналыспасаң, соны бұған жаңағы перпфактын қояды да, тоқетеріңді жаңағы шеш деген сияқты. Соны не не жоқ сияқты ғой. Соны бұл қыз қайттан барады өзінің тренері жаттықтырушы қарамайды, бұған ренжіп кезінде тастап кеттің, неше түрлі жаңағындай нелерге бармадың, жарыстарға бармадың, шақырған кезде неме келдің, анау мынау деп. Бұл енді тұздайды да, анау қыз жаңағындай немеді, келмедің, не істемедің деп. Содан ана қыз бірақ соңына дейін шыдайды, келеді, қайта жүреді, келеді, қайта жүреді. Сосын бұл түсінеді, бұл кетпейді ғой деп, жаңағы жаттықтырушысы апай айтады, орын жоқ дейді сборныйда, ұлттық құрамада не орын жоқ жарысқа баруға дейді. Сен бұл негізі одиночный не ғой, фигурный катаниемен айналысады ғой, өзі да парасы жоқ. Бұған соны айтады, сен онда бізде бір жігіт бар, фигурный катаниядан парасы жоқ, өйткені жаңағындай травма алып қалды, оның парасы. Қыз травма болғанда бір жерін жарақаттап алған ғой, жаңағындай бір жарыста. Сол жігітке жаңағындай сен пара боласың, сен екеуің бірге жаңағындай сол парныйдан жарысқа барасыңдар дейді. Қыз басында ойланады, сосын жарайды, барам дейді. Соны жоқ болса жоқ, бар болса бар деген сияқты. Негізі ол жігіт пен олар медеуде ұрсып қалады. Басында да енді сюжеттің бір-бірінің жаңағындай медеуде жаңағындай конькидің жаңағындай очередьте тұрғанда конькиді немеді қайтап бергенде қайттан сдавать етеді ғой, арендованный жаңағындай не конькиді. Сонын бұл негізі очередь алып қойған ғой ол жігіт. Сосын ана артында тұрған тәтеге айтады, тәте, сіз менен кейін сіз айтасаңыз алыңыздағы адам деп. Бұл не жаңағындай туалетке барып келеді. Туалетке барып келгеннен кейін ана қыз тұр да, жаңағы өзің бірге оқитын жаңағындай достарымен. Соны айтады, мен не істедім ғой, алдымда жаңағындай сіздің алдыңызды занимать еттім, жаңағындай тәте менің артымда болды. Мен ешқандай тәтені көрген жоқпын, ол кісі кетіп қалды ғой дейді. Ол кісі ешкімді көрген жоқпын деймін, біздің менің очердім негізі болған, сіз анау мынау деп үшім екеуі ұрысып қалады. Содан кейін жаңағындай, содан кейін болды. Бұл жігіт енді амалсыздан жарайды, басқа жігіттер айтады, қойшы сен не қызбен не спорласып не көрді соған деп. Сосын жігіт жарайды, қойшы сендерді ма деп, ең артына барады, сол жаңағы очердін. Содан кейін бұлар көріспейді. Содан кейін енді ол алдыға таман енді сол енді ана қыз келеді, кейіннен не катокта жаңағындай бұлар көрісіп қалады, тренер таныстырады, мына жігіт, осыған пара керек, бірге білу керексің. Екеуі бір-біріне қарайды, бірінші түсінбей қалады, андай неловкий ситуация болды ғой, жаңағы ыңғайсызданып бір-біріне қарап жарайды. Сосын олар бір-біріне қарайды, өтіріктен үндемей білдіртпейді, бірақ бір-бірімен жаңағындай жаттығады. Соның кейіннен жаңағы тренері кетіп қалғаннан кейін бұлар бір-біріне айтады, давай айтайық, жаңағындай біз бірге не істемейміз, жаңағындай парный
пара болмаймыз, жатықпаймыз, не істейміз деп. Онда жігіт айтады, маған бәрібір дейді, айтсаң өзің айт дейді. Мен бірақ өзім жаңағындай бәрібір парамды тауып жарысқа қатысу керек, сондықтан мен сол тренердің айтқанын істеп, хоть сен болсын, хоть басқа қыз болсын, бәрімен тренироваться етемін дейді, чтобы жарысқа түсу үшін дейді. Сосын қыз бұлқан-тұлқан жынданып кетіп қалады, келесі жарысқа келмейді. Содан тренерді уже звондап шаршайды ана жігіт. Бірақ ана жігітке сосын айтады, все, болды, мынау походу келмейді, енді болды деген сияқты айтады. Енді ана жігіт айтады, жарайды, көрейік, шыдайық, подождем, увидим деген сияқты. Келетін шығар мүмкін, оған да мүмкіндік керек, тем более жаңа сіз айтып жатсыз, құрбысын ДТП-да жаңа жоғалтып алған, травма дейсіз ба, жаңа психологический, содан әлі шыға алмай жүрген шығар деп. Бұлар күтеді енді, келесі, бірақ үшінші жаңағындай жаттығуға бұл келеді, соны жаттығып кетеді, ары қарай не жарысқа дайындалады, бір-бірін түсіне бастайды, арасында ұрысып, не істеп, жаңа мінездерін көрсетіп, не істейді. Бірақ екеуінің де жаңа мақсаты жарысқа түсу, ұлттық құрамына түсіп, ары қарай жарысқа бару да. Сөйтіп жаңағындай парный не болады да, мәнерлеп сырғанаушылар екеуі жарысқа қатысады, екінші жарыс, үшінші жарыс, жаңа сөйтіп не істейді. Бұл содан жаңағындай не махаббат болады арасында, сөйтіп бір-бірінсіз өмір сүре алмайды да, бір-бірін, бірақ айтамайды бір-біріне ұнайтын, анау ұнап қалады, мынау ұнап қалады, екеуі бірге жүре бастайды. Бұл жігіт аварияға түсіп қалады, оның алдында жаңағыдай бұл ұмыта бастайды, жаңа қыз өзінің анау елес болып келетін ғой, құрбысы қайтыс болып кеткен, елес болып келе береді, түнде келеді, жаңағындай автобуста жүрсе де, метрода жүрсе де, жаңағындай елес болып келе береді да, соның ана жігітпен жүрсе елесі жоқ та, қасында көрмейді да, ана жігіттің аурасы сондай ма білмеймін енді. Бірақ енді махаббат болғаннан кейін ұмыта бастайды да өлген құрбысын. Ол стресс болып қалды ғой, есінде қалып қалды сол сәт, қайтыс болған, жаңа КамАЗдың астына түсіп кеткен, соны жаңағындай ұмыта бастады да, махаббат соны жаңағындай жеңе бастады да ішінде. Бірақ ана жігіт кейіннен неге ДТП-ға түсіп қалады, тоже көлік жаңа қақып кете ма сондай, бірақ ол өлмейді, ол больницада жаңағындай травма алып жаңағындай жатыр. Бұл қыз олсыз тренер жаңағындай, бұл енді парный болды ғой бұлар, содан айтады, сен мойыма үйтіп ертең жаңағындай не болады, жазылып кетеді, екеуің бірге әлі де жарысқа барасыңдар. Жігітін көріп жаңағындай кездесіп тұрады, поддержка беріп, қыз содан жаңағындай қайттан жаңағы медеуде сол бір өзі кататься жүрген кезде, жаңағы мәнерлеп сырғанап жүрген кезде өз жалғыз жаттығып, жаңағындай өлген құрбысының елесі келеді,
Кыз айтат, мен сени жаңағындай сөкпейм құрбым, мен сені жаңағындай үйтіп ол көлік апатында сен кінәлі емессің, сондықтан үйтіп қынжыла берме, осы жаңағындай жасап жүрген бараған жарысыңды, спортың тастама, тек қана алға деп сөйтіп айтады. Елес қой енді. Соны құшақтап, жаңағындай не істеп, негізі бір өзі кататься етіп жүрді, сырғанап. Сосын ана қыз да дейді, жаңағындай сабырға келіп, жаңағы тынышталып жібереді де енді сөйтіп. Ауыр жүкті. Сонымен бітеді. Енді бұйырса осыны Денис Тенге арнағым келеді. Ол жігіттің де еңбегі зор деп ойлаймын енді. Осы мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанның көп үлесін қосқан деп ойлаймын. Сондықтан осындай арнағым келеді. Соның тағы боевик жанрында бұл фильмнің атын айтпай ақ қояйын. Бұл болашақта түсірілетін, егер де бұйырса деп отырмын ғой сол. Бұл жерде былай ғой, бұл бұрынғы спецназовец, жаңағындай арнайы жаңағындай қызмет істеген, өзі қарулы жасақта қызмет еткен, Африка СССР кеңес одағы кезінде қызмет еткен, Ангола, жаңағындай Египет, неше түрлі елдерде болған ғой, спецназ ГРУ сияқты мужик қой. Соның Афганда болған, әр жерде болған ғой, разведчик сияқты. Бірақ кейіннен бұл бала шағасынан айырылады, соны ішіп кетеді. Ішіп кеткенде жаңағындай быт-шыт болып кетеді. В общем, ішіп, не істеп, бұны сосын жаңағындай бір бандиттің бір басшысы, босс, бұны көріп қалады, жаңағындай өзі ірі ғой, здоровый жаңағындай. Соған көріп қалғанда ол жаңағы бандитті біреулер пышақтамақшы, өлтірмекші болады. Анау бомж келеді, құтқарады бұны, жаңағы босты. Мафияның боссы ғой енді. Бірақ ол кезде енді қарапайым мафияның боссы болған ғой. Соның бәрін қопарып тастайды, жаңағындай. Жаңағы пышақтамақшы болған жігіттердің бәрін. Содан қарайды, сен менің телагым боласың дейді, сол күннен бастап. Содан кейін біраз уақыт өтеді. Соның несі қарамағында бас оққа қары болды. Оққа қары болады. Содан конкурент оларға мафия боссы жаңағындай бұлармен соғыс жаңағындай жариялады. Осының жаңағы мафия боссына. Ол мафияның жаңағы боссының оққа қары әйел. Охрананың басшысы әйелді, бәрімен жаңағындай билік жасайтын, охранасын күзетін. Соның бұл негізі екеу қырылысады бір-бірімен. Екі конкурирующий мафиозный босстар бір-бірімен қырылысады, не істейді, жаңағындай талай адам қайтыс болады, жаңағындай. Бұлар негізі былай ғой, телохранитель и жаңағындай киллерлер сияқты ғой, екеуі де. Екеуі де ақылды, мықты, жаңағындай қарудың неше түрлісін біледі, жаңағындай суық қару болсын, не болсын,
өте жаңағындай мықты кісі өлтірушілер да екеуі де. Содан бірақ бұның бастығын өлтіреді, жаңағындай мафиози бастығын. Соны өлтіргеннен кейін бұл кек алмақшы болады. Сөйтсе бұған бұл жаңа мафиозінің бастығының баласы бар, ұлы. Сөйтсе сол өзінің әкесін заказать етеді. Ал оны өлтірген жаңа әйел, конкурирующий несін, боссың Телага, сол. Сол әйел өзінің босын өлтіреді. Енді оның басында енді бұлай артқа қайырсақ. Соны жаңағындай өзінің несін өлтіреді. Соны бұл өзі бос болады, сол мафияның. Сосын бұл жаңағындай негізі сол өзінің әкесінің деп өзің жаңағы мафиози бастығының жаңағы ұлышы. Сонымен бұл замешаны ғой, жаңағы кім әйел, Телак әйел. Сонымен немеді бірге жаңағындай көңілдес бола, сондай ғой. Бұл кек алмақшы болады енді жаңағы оққағар өзің бастығы үшін. Сөйтіп жаңағындай қырылысады. Джон Уик сияқты болып кетті енді былай қарасаң. Негізі ол не ғой, анау Голго 13 деген анимені көрсеңіз егерде, енді біз 90-шы жылдар адамдар болғаннан кейін анша енді көп көрмейтінбіз аниме, бірақ енді ОРТ-ден көрсететін жаңағындай неше түрлі. Енді ескі анимелар ғой. Ол сол кездің ескі анимелар ғой. Жаңағы Moonskip Ninja, сол Голго 13, Люпен младший деген. Бұны енді қазір жастар түсінбейтін шығар енді, бірақ ол кезде мықты анимелердің, рисованный анимелер жаңағындай суретпен жасайды. Қазіргі компьютермен істелінетін анимелерге қарағанда кішкене жаны бар сияқты да. Cowboy Bebop, енді ол 2000-ші жылдар ғой енді. Сондай көретінбіз. Бірақ ол кезде біз мультик дейтінбіз ғой, оны аниме екенін кейін білдік қой деймін да. Вот, сондай. Содан ғарыш туралы бір хоррор триллер десем болады. Егерде Чужой, андай Хищник деген киноларды көрсеңіз, соған ұқсайды өзі. Соған бұлай айнымасы сияқты көрінеді, бірақ ондай емес енді. Өзімізді қазақи ғарыш. Бұл енді болашақта, болашақ жаңағы бір космический ғарыштық станцияда, біздің ғасырда емес, кейінгі ғасырларда болашақта болатын оқиға, сюжеттің несі, мазмұны да. Жаңағындай пайдалы қазбаларды іздейтін команда болады, сондай топ. Өзің жаңағындай ғарыш кемесімен іздейді нелерді. Мынандай пайдалы қазбалы, жаңағындай метеориттер, комета, сондай орындар іздейді. Гелий, кремний, сондай бірдеңесі бар. Әр түрлі жаңағындай Менделеевтің элементтері бар, жаңағындай тас болсын, планета болсын, ғаламшар болсын, бір әйтеуір сондай іздейтін охотниктер ғой енді. Пираттар десе болады, сондай нелер іздейтін добычаларды. Бұлар сосын бір
дәу метеоритті табады ұшып жүрген. Оны былай анализ жасап тексереді неден. Не деуші еді? Ультракрасный не излучатель сияқты, бірақ соның бір совершенный түрі да, жаңағындай мықты түрі да, усовершенствованный. Сол заманның жаңағындай ең мықты технологиясымен жаңағы тексереді. Сөйтсе ішінде кремний, жаңағындай мұнай да бар, керосин, бәрі бар да, неше түрлі несі бар екен. Пайдалы қазба, жаңағындай элементтер бар екен, алтын бар екен, мыс, соны бар, соны пристыковываться деді, соған неге жаңағындай метеоритке екі жағынан қыстырады да, сосын бурение жасайды, қазба жұмыстар басталады. Бурды екі жағынан теседі, ішінен жаңағы ұңғыма арқылы сорады. Жаңағындай тастарды, алтын, рудаларды сорайды да. Соны жаңағындай ішіндегі жаңағындай сол кеменің ішінде оборудование бар, құрылғы. Сорғаннан кейін андай фильтр жасайды да. Әр нәрсені бөліп, будандастырады да, былай шық. Будандастырды емес, бөледі да, әрқайсысын мусор қоқысты бөледі ғой. Андай темірге, шыныға, қағазға, ағашқа деп ше. Сол сияқты алтын, күміс, кремний, жаңағындай сөйтіп бөліп тастайды да, сонда апарат. Сонан бұлар бөліп жатқан кезде бір дәу тас шығады. Оны жаңағындай обработка жасап жатқан кезде су қосады ғой, сумен шаяды ғой. Шайған кезде жаңағындай ішінен металлдар шығып несейді. Ол тас негізі ішінде бір тіршілік көзі бар екен де. Енді тіршілік болғанда бір тірі жандар болады ғой, өзі қалып қалған метеориттерде. Негізі метеориттер басқа планеталар бір-бірімен жарылған кезде ұшады ғой, дәу содан қалған шаңдар ғой негізі, соны образовать еткен. Басқа планетаның несі ғой, бір жан бөлігі жаңағы метеориттер. Содан сол метеоритті сол тастың ішінен жаңағындай сумен қосылған кезде десем болады, чудовище емес, монстр сияқты. Соның андай бір кішкентай жаңағындай инородный объект сияқты шығады. Соны оборудованияның ішіне былай ұңғыма арқылы сүңгіп машинисті жаңағындай талайды, соның қанын сорып алады да, басқа да жаңағындай адамдарға, инженер, бәріне шабуылдай бастайды да. Содан бұл жерде былай ғой, сменмен жұмыс істейді ғой олар, кезеңмен. 15 күн демалады, 15 күн жұмыс істейді. 15 күн бір смен жұмыс істейді, 15 күн екінші жаңағындай кезең. 15 күн бір команда жұмыс істейді, 15 күні басқа команда жұмыс істейді. Ол қалай? Ол 15 күн жаңағындай бір команда жұмыс істеген кезде екінші команда ұйықтайды. Криогенный сон деген. Ол міндетті түрде керек. Өйткені жаңағындай космоста жүрген кезде жаңағындай қан сұйылмайды, қоюланып кетеді де, содан адамдар ауыра бастайды. Сондай болмас үшін, сұйық түрде сақтау үшін криогенный жаңағындай сонға бұлар жатады, ұйықтайды. Ұйықтатып тастайды, андай барокамерада. 15 күн ұйықтайды, келесі 15 күн ұйықтап жатқан кезде мына басқа жұмыс істейтін команда, олар жұмыс істейді. Алар оянған кезде олар қайттан ұйықтайды. Сондай да енді графиктер. Бірақ
ана жаңағындай жаңағы монстр бәрін жеп не істейді, қандарын сорып сөйтіп көбейеді, размножиться етеді, өзі еще балалайды, неше үлкейеді жаңағындай. Оны кейін ол графикада, компьютерный графика ғой негізі, ол көп рөлді қазір графика ойнап отыр ғой, графон, хромакей жаңағындай. Бірақ қазір көбінесе VFX, неше түрлі графикалар толып кетті ғой. Хромакейдің өзін мысалы өйтіп прям қолданбайды. Одан да қазір не шығып жатыр технологиялар, мықты қылып істейтін. Аватардан кейін жаңағындай control motion, бүкіл жаңағындай программа захвата движения деген сияқты сондай көп болып кетті. Енді одан да асқан жаңағындай программалар шығып жатыр. Сондықтан білім дамып жатыр, орында тұрған жоқ. Сондықтан әр жыл сайын сондай мықты технологиялар шығып жатыр да, сондай түсіре алатын. Соны мен ойлаймын, соны егерде бізде сондай технология ендірсек, мысалы мықты Америкадан да мықты кинолар біз түсіре аламыз деп мен өз ойым. Тек қана қаржы жағы дұрыс болу керек, жемей, және қатты андай кеспеу керек та, андай творческий контроль беру керек та режиссерға. Демеушілер қатты қыспау керек та оны, режиссерларды. Сол кезде в полную меру жаңағындай өзін көрсете алады деп ойлаймын режиссер, егер соған не істесе. Мысалы мен өзімді айтып отырмын да, маған сондай возможностьтар берсе, мен сондай өзімнің 200% соған жанымды беріп істейтін едім да. Соны темадан ауқып кеттік деймін да. Соны жалғастыра келе, бұл жаңағындай, енді бұл не ғой, фантастика ғой, былай өзіңіз түсініп отырсаңыз жанры. Жаңағы монстр бәрін жеп, жаңағындай жегенде ол енді қанын сорып алады, өйткені қанның құрамында оттегі бар ғой. Сол қанды сорып алғаннан кейін бұл үлкейе бастайды, жаңағы монстр дәу бастайды. Соны келесі күні жаңағында 15 күн криогені сонда жатқан барокамераларда, бірақ оларға дейін жетпейді ол монстр. Олар басқа отсекта да. Отсек А-да болса, мына отсек Б, отсек С, Д деп бөлінеді. Бұлар ең соңғы отсекта да ұйықтап жатқан жаңағы бөлек. Бұларға қатысы жоқ. Келмейді жаңағы монстр. Өйткені ол ұйықтап жатқан кезде олар өлі дене болады да. Өлі дене сияқты да, оны жаңағы монстр оларды сезбей қалады да. Ода теплоизлучатель сияқты, ол да андай сезетті тірі жандардың жаңағы жылулығын. Сөйтіп жаңағындай артынан былай қуып жетіп жаңағындай жейді, сорат қан, сөйтіп не істейді. Олар болса ұйықтап жатыр, сондықтан білінбей қалай ма, сондай болады. В общем, сол адамдар тұрады ұйқыдан, 15 күн жатқан. Сосын олар білмейді не болған. Шыққан кезде жаңағындай отсектен бұлар ойлайды, не болып жатыр мына жерде деп. Жаңағындай бірдеңе андай сілекейлер жағылған, коридорлар быт-шыт болып жатыр, жаңағы қопарылып кеткен, бір соғыс болған сияқты, бір жоңғар шапқыншылығы, қырғын болған сияқты да, бір атысқан ба, быт-шыт болған ба. Команда мүшелер жаңағындай ізденіс туындайды. Енді іздей бастайды өзің ана команданы, қайда мыналар, ұйықтамай ма, рацияға шықпайды, есіктердің бәрі бұғаттаулы, жаңағындай жабық. Бұл запасной выходпен былай
немеде төте жолмен енді запасной есіктер арқылы жаңағыдай іздей бастайды да басқа соны ана монстр жаңағыдай біреуін талайды, екіні талайды, үшіншісін жаңағы ақырындап сөйтіп талап, команда уже бір не сәтте бұларды жаңағыдай монстр алдынан шығады үшін барлық команда қашып не істеп тірі қалудың жолын іздейді. Түсінеді, ана команда тірі қалған жоқ, олардың бәрін жоқ өлтіріп тастаған. Бұлар енді ана запасной шлюпкалар іздейді. Запасной шлюпка дегенде бұл не ғой, андай космический корабльдер ғой, модульдер. Шлюпка сияқты кемеде білетін шығарсың, запасной шлюпка деген екен. Сондағыдай ғарыш кемелері запасной, на всякий случай пожарныйға, сондай қоқ болған кемелерге отсегіне бару керек, бірақ отсегі ол жаңағындай производственный неде, производственный секторында содан өту керек та. Производственный секторда сол жаңағы сол жерде бастаған жаңағы монстр көбейіп. Ол жерде монстрлар көп. Жаңағы балалап кеткен ғой енді. Сөйтіп көбейіп кеткен. Соны енді алар енді шахта арқылы жаңағыдай сөйтіп былай жүріп, о жақты да ұстайды, не істейді, бұлар қару табады, жаңағы арсеналдан ашып, сон қарумен жаңағы бұлар қарсылық көрсетеді жаңағы монстрға. Үшім сондай бір не қарбалас болып кетеді. Содан бұлар ақыр түбінде енді қанша өзі 5-6 қалады. Енді кемеге отырады. Содан отырардың алдында жаңағындай отырған кезде бұда тағы бір не бұл жерде ұмытып кеттім сіздерге айтуға, сюжеттің тағы бір деталі. Бұл жерде анау метеорит, оған анау не жалғанған буырлармен бәрі пристыкованный да корабль. Метеорит өзінің траекториясымен ұшады. Содан бұл ғарыштық кеме өзінің ұшатын траекториясынан, жолынан да не безопасный жаңағыда қауіпсіздік жолынан 128 шақырымға ауытқып кетеді. Ауытқып кетеді, бұлар черный дыраға келетір. Сонда не әр жаңағыдай өзінің мынандай ғарыштық кеме болмаса, әр зат мысалы өз тартымы болады. Жаңағыдай черный дыраға тарта бастайды бәрін. Қара тесік дейді, енді бір күлкілі естіледі. Сол черный дыраға тартады бәрін. Соны жаңағы тас болсын, не болсын, планеталарды бәрін тартады, сол черный дыра. Сонда бұл черный дыраға жаңағы кемемен бірге метеорит тартып келеді, жақындап қалды соған. Сол да мотивация болады, бұлардың тез жаңағындай запасной қосалқы ғарыштық кемелерді табу алу керек. Және қалай да болса да сол тауыпқаннан кейін сонымен ұшып кету керек, тез құтқару үшін. Соған сөйтіп тез табу үшін жаңағындай қимыл қозғалыстар жасайды. Қарумен атысады, монстрмен не істейді, табады сол кемені, соның жаңағы запасной кемеге отырып ұшады. Ең не соңына қалған кезде да, черный дыраға келетқан кезде ұшып үлгереді. Бірақ анау енді черный дыра засасывать етіп алып кетеді кемемен бірге метеорит. Алар құтылдық деген кезде артынан жаңағындай монстрдың жаңағы бір баласы ма, сондай кішкентай түрі қалып қалады. Сол
сол жаңағы жей бастайды, қанын сорып не істейді, быт хайвай. Жаңағындай атайын десе өзі кішкентай не ғой, кеме ғой. Сондай атқан кезде жаңағындай бір не кислородный баллонға тиіп кете ма, в общем, пар не істеп, в общем, разгерметизация бытшыс болып кетеді да өзі. Сосын бір белгісіз планета жанында болады, соған экстренный жаңағы сояқ посадка жасайды. Содан сон посадка, енді ол енді атмосферада жанып жаңа корабль, бұлар енді құлайды, андай немеді, шөлейді ғой енді, шөл жерді енді, аппақ шөл жер, енді басқа планета құлайды. Сон ана не арты ашылып кеткен, ұшып баратқан кезде арты ашылып кетеді, монстр да ұшып кетеді, үшеуі ғана қалады. Сон құлайды корабль, былай үлгереді, отырғызып үлгереді былай жанында. Соны үшеуі былай шығады, біреу жарақаттаулы. Үшеуі шыққан кезде өз әр планетада өзінің жаңағындай колониальный управлениесі бар. Соның жаңағындай колониальный жаңағындай қаласы бар, соның өзінің полициясы, соның өзінің жаңағындай жолдары бар. Өйткені әр планетада өзінің пайдалы қазбалар жаңағындай добыча, разведка жасайтын жаңағындай сондай командалар бар, колониялар бар да, жұмысшылардың колониялары. Олар бірақ жердегі неге бағынады, головной басты өздерінің медиа магнат жаңағындай 300 жаңағындай ірі компанияларға, бай компанияларға, корпорацияларға, солар жаңағындай бүкіл планеталардағы колонияларды басқарады. Соларға жаңағындай не тәуелді да. Сол жаңағындай құлаған крушение болған жерден жаңында поезд, андай рабочий не шахта деппін ғой, прямой жаңағындай неден андай карьерден таситын не рабочий поезд ғой, жұмысшыларды таситын негізі. Соған отырады, жаңа үшеуі былай келе жатады. Келе жатқан кезде монстр арттарына қуат соның жаңағы поездың. Одан жаңағындай атысады, артына атысады, анау келе жатады, қуып барады. Сосын келе жатқан кезде қала көрінеді, қаланың жаңағы пушкалары, артиллериясы. Сол жаңағы монстрға атады, жаңағы бүч. Монстр жаңағында ұшып кете ме бірден болады. Сосын аналар поездбен келеді, оларды не жаңағында есік ашылады, кіргізеді. Сосын ана не сол жердің охранасы күзеті келіп, бұларды немеді кісен салып жаңағында жерге жатқызып, кімсіңдер, несіңдер, карантинге жатқызады. Бұлар жаңағындай үстерін жаңағы жуып, қай жерден келдіңдер деп не істеп жүрсіңдер, анау. Бұл енді негізі жалғасы ғой, по идее. Соның жаңағы негізі монстрлы сол жерде көбейеді, сондай сырдас жақсы да. Содан тағы да ары қарай жалғасы бар бұның. Содан тағы негізі ғарыштық темаға байланысты негізі мен көп негізі кино түсіру жағынан. Хайнлайн деген жазушыны білсеңіздер, негізі сол кісінің несі бойынша кино түсіргім келеді негізі. Негізі оның кино түсірілген ғой, Звездный десант деген, егер білсеңіздер. Пол Верховен түсірген. Ол кино енді бала кезімізде көрдік қой, оны бірақ одан да мықты қылып түсіре аламын ба деп ойлаймын кейбір кезде. Неше түрлі сондай қызық көретінбіз. Сондай кинолар түсірсем ба деген ойда болады.
Сосын фильм «Катастрофа» осы Алматы туралы. Негізі ол киноның аты, осы киноның атын ғана айта аламын мен негізі. Алматы 2022 апатты аймақ деген. Зона отчуждения или зона катастрофы деп тоже енді орысша екі мәнді болады. Бұл неге Алматы 22 келесі жылы енді бір ғалымдардың енді видеосын көрдім, бірақ менің ойымша ол өзіме де бір түсіме аян болып келді ме екен. Әрі мына бір ғасырдан кейін Алматы жағындай 100 жылдан кейін Алматы жағында қатты жер сілкінісі болады дейді. Жер сілкінісі жаңағындай бәрін жермен жексен қылатындай. 2010-2020 жылдар, не деп кеттім, 1920 жылдары жер сілкіністер болды Алматыда. Ол кезде верный емес, Алматы. Соны сол кездерде мысалы жермен жексен болған, ол Алматының жаңағындай жер сілкіністері. Сондай жер сілкініс осы бір 100 жылдан кейін орын алады деген. Енді Құдай сақтасын, енді ондай болмай қойсын. Бірақ егер бұл фильм болса, бұл да енді графика көп болады шығар, енді мен не істеймін. Алматы жағындай 11 және жоғары балды жер сілкінісі болады жазда, немесе көктемде. Бұл енді фильмде 25 май деп алдым мен. Оқу бітіріп жатыр сол кезде. Катастрофа ғой енді, соның бәрін былай сценарий жазудың өзі оңай емес негізі. Сол бір ғалым жүреді, оның алдында 2 жыл бұрын көрсетеді. Мына бізде андай зона жаңағындай жер дүмпулердің зоналар болады ғой, қай жерден басталады, эпицентрлары. Сондай датчиктер аз, датчик слежения аз бізде. Негізі эпицентрлері жаңағындай 300-400-ден асады дейді, осы Алматының өзінде. Соны бізде негізі 50-60 қана жаңағындай сондай жұмыс істейді датчиктер. И то олар не дейді, ескірген дейді. Оны тек қана жаңағындай 2010-да ауыстырған деймін ма, соны көп жаңағы зерттейтін ресурстар керек дейді. Соны Алматыда салынып жатқан үйлердің жағдайы да мүшкіл дейді, өйткені әрқайсысы андай сейсмо қауіпсіздігі бар, сол ережесі бойынша салынбайды дейді. Мысалы көбісі Алматыдағы тұрғын үйлердің асты көбісі жалға береді ғой, ресторан, дүкендерге жаңағындай. Ол не үшін олар сейсмоустойчивый емес дейді. Өйткені стоящий жаңағындай опораларын алып тастайды да, несущий стеналарын алып тастайды. Ол негізі кезінде с учетом істелінген ғой, жаңағындай қауіпсіздік ережесінің есебімен істелген. Көбісі астын жаңағындай бәрін несущий стеналарын бәрін алып тастайды да, ресторан,
немеді дүкен көп нәрсе салады да енді бір бөлме, екі бөлме, үш бөлме жаңағыдай бәрін қосады да жаңағы сөйтіп не үлкейтеді. Ол негізі дұрыс емес деп енді бәріне түсіндіреді да. Және мына проветриваемый емес дейді жаңағыдай қала, загазованность әртүрлі мәселесін түсіндіреді да экологический. Содан жаңағыдай сел қаупі болуы мүмкін дейді. Өйткені мына Мареные озера деген бар таулы аймақтарда жаңағыдай не внутренний ішкі өзінің несі, мысалы таудың ішінде өзінің жаңағыдай несі бар, өзендер болады, жаңағыдай подземный өзендер бар қаншама дейді. Алматының астына жатқан тау, мына Алатауымыздың өзінің мысалы сол жерден ағатын астында да бар. Жаңағыдай біз үстіндегі мынау жаңағыдай өзендер бөлек, одан бөлек жаңағы подземный жер астындағы өзендер де көп дейді. Солардың астында жаңағыдай Мареный өзендер жаңағыдай сөйтіп көп дейді да. Былай қарасаң бір не андай балшықтың үстінде өмір сүретін сияқтымыз да, шайып кететін сияқты да. Сол кезде анау негізі ол емес, оның несі андай акцент неде қойып отыр, ол тауда ғана Мареный озералар неге толады. Өйткені жаңағындай анау қар еріп жатыр, климат өзгеріп жатыр, ыстық болып жатыр жаңағындай. Содан кейін тез қар еріп жаңағындай сол Мареный озера тез толады дейді. Содан біздің плотиналар мысалы Кеңес одағы кезіндегі салынған, сондықтан олар қауіпсіздік жағынан тиімсіз, қолайсыз деп жаңағыдай сөйтіп ағынан жарылып жаңағыдай түсіндіре бастайды. Ол кісі уже қарт адам, пенсиядағы адам, ол кісі жаңағыдай соның бәрін түсіндіріп жатыр. Акиматта 2-3 жыл бұрын жаңағыдай акиматтың адамдарына жаңағыдай сол ученый совет жаңағыдай ғылыми жаңағыдай адамдарға олар мән бермейді, жаңағыдай оны күлкіге келтіреді. Ой, біз ол плотиналар, ол жаңағыдай зданиялар жаңағыдай бәрін шыдайды, қанша тұрды ғой, мына не жер сілкінісі болды, сел болды, не болды, шыдайды, не істейді, жаңағы күлкімізді келтірмеңіз, ауыстырып өздері ақша жейді, сөйтеді, не істейді, қаланың қауіпсіздігі үшін ештеңе істемейді. Істейді шығар енді, бірақ мен ол біреуді қаралағым келмейді өйтіп. Бұл жай киноның несі, ойыны нейді, сюжетке, жаңағы сценарийдің сюжеті, точнее. Соны айтады, соң 2 жылдан кейін бұл деп Алматыда жер сілкінісі болады, қатты жер сілкінісі, 11 балдан жоғары, кәдімгідей бәрі құлап, быт-шыт болады, жер айылып, адамдар жаңағыдай машина, көліктермен бірге кіріп жатыр. Жаңағыдай бұл кино, мен сіздер қорқытып жатқан жоқпын. Менің ойымда жаңағыдай сценарийдің несі бойынша свет быт-шыт болып, сосын ол енді қаланы тербегеннен кейін, қатты тербегеннен кейін, анау плотиналар жарыла бастайды. Олар сап тұрған жағы Мареные озералар толып кеткен ғой. Олар пырқытқызып жаңағыдай жарып шығады. Таудан жағы лайлы су кетеді. Тас бәрі қаланы барып мұжат кеп, быт-шыт қылып толады қаланы жаңағы есіп кетеді да, жаңағыдай балшықпен бірге быт-шыт болып. Көлік, быт-шыт бәрі не болады соны. Бұл не ғой, бұл мен жаңағыдай қараспан орнатып отқан жоқпын, бұл несі болады,
идея болғанда бұл қаланың қауіпсіздігін ойлағаннан кейін сондай ой кетті да, неге бұндай фильм түсірмеске. Бізде мысалға табиғи апат туралы фильм, катастрофалар анша мысал көп түсіре бермейді ғой. Мен көп жаңағындай бір байқағанымды. Сондықтан бір неге сөйтіп түсірмеске, және де келешек ұрпаққа бұл не болады да, сабақ болады да. Табиғатты аялау керек, табиғатқа қарау керек. Алматы қаласының жаңағындай архитектура несіне де қарау керек, қалай салынып жатыр, жаңағындай дұрыс салынып жатыр ма, жер сілкінісіне төтеп бере ала ма, сосын таудағы платиналар бәрі шыдай ма, соның бәрін есепке алып жаңағындай ой қозғайды. Сол негізі киноны бекер түсірмейді ғой. Бір нәрсеге мысал, бір нәрсені үйретсе, бір нәрсені жирендіреді, бір нәрсені жаңағындай айнытады, бір нәрсені үйретеді. Жақсыға ма, жаман ба, ол адам өзі шешеді. Сол жағынан әрине бұл жерде мемлекеттік көмексіз кино түсіру қиын негізі. Бұл мен бір қараптан қарап бір қалжың үшін бір немеді, бір еркенің ісі деп ойлап жатпаңыздар. Мен өзім бұрыннан бері өзім таба алмай әртүрлі жұмыс істеп жаңағындай қалай десе болады, бір көзім ашылды да бірдеңеге өзім жан тапсырып жаңағындай өлер кезім болған бір рет. Содан мен жаңағындай арғы дүниеде қабылдаған жоқ. Өйткені білмеймін енді ол түс па не ма, мен өзім талып қалдым да автобуста. Адамдардың дауыстары анау құдықта айғайлайды ғой, сол сияқты алыстап бара жатыр да, мен өзім жатырым, денемде жаңағындай жан жоқ та. Сонда елдер айтады, бозарып ағарып кеткенсің, не қыста болған ғой енді. Содан терден бұрқыта қалған, жаңағындай мен өзі сезбеймін, кетіп баратырмын. Сонда жаңағындай қараңғы, мынандай бір бөлме ма, бір білмеймін, қараңғыда өзі ақ адамдар жүр. Содан ақ адамдар, ақ киген адамдар ғой енді, түрлері сұрлары да ақ, жаңағындай шаштары да. Соны мен атам ұқсайтын, дәу атам ұқсайтын бір кісі, сен әлі жаңағындай дайын емессің деді, көкірегімнен итеріп жіберді. Ол негізі бір рет емес, 2 рет болған нәрсе. Бір рет қыста болды, 2013-те ма? 2013-те. Содан кейін қазір айтамын сізге, 2018-де ма? 2018-де, 5 жылдан кейін ғой. Содан ол жаңағы біріншісі 26-шы автобуста болса, екіншісі 28-ші автобуста. Біртүрлі сәйкестік болады деймін. Біреу қыста болса, екіншісі жазда. Сондай болған. Қабылдамаймын, сен әлі бітірген жоқсың бұл дүниеде, өзіңсің деді. Содан өзің білесің деді, не керек екен. Негізі оның алдында мен фильм түсіремін ба? Негізі мен заңгерге оқығам ғой. Өзім кезінде Қабат дегенде жаңағындай оқыған жоқпын өнер саласында. Кейбір кезде бір өкініп қаласың, бірақ не істейсің, өтіп кетті уақыт. Содан енді қайттан соған көңілім бұрсам ба деп отырмын. Қазақ киносына бір үлесін қосып, ары қарай бір бүкіл әлем көретіндей, түсінетіндей өнерге тіл керек жоқ. Өнерге дарын,
және осы сенің ойыңда ой қабілетің жаңағы не айтқың келгенін түсіндіре алсаң, кино арқылы тек қана кино емес, ол әртүрлі өнерге де қатысты да. Би тілімен айтса болады, сөз ораторский тілімен айтса болады, әнмен, әннің тілімен, мысалы біреу сөздің шеберлігімен, біреулер болса жаңағындай төбелес, рукопашный, жаңағындай кунг-фу, монг-фу, карате тілімен айтады. Әртүрлі тілмен айтса да, бірақ киноға, мына өнерге тіл керегі жоқ. Өйткені адамның өзіне байланысты. Егер де адам, режиссер жақсы кино түсіре алса, оны мен ойымша бәрі бағалайды деп ойлаймын. Өзінің бағасын жаңағындай көрермен береді де, соның бағасын. Сондықтан біреу үшін мен айтайын дегенім, бұл жерде былай ғой, бізде көбінесе жаңағындай ақша үшін істейді, жаңағындай немесе біреуге жағу үшін түсіреді фильмдер. Содан бізде мен ойымша бір тұрып қалған бірдеңе, стереотипный бір сондай көрінеді бір жаңағындай. Содан сондай болғанда стереотипный бір қазақтарды көрсетеді. Соған қарап, өзіміздің осы қазақ елінде тұратын өзге ұлттар сондай деп ойлайды бізді. Қазақтар осындай деп. Әшейін деп, мысалы. Ол не ол? Әр үйтіп боқтай беретін қазақтар жоқ ондай. Ол тек қана немеді, бәрі қазақтың бәрі боқтамайды ғой. Шешесінен, анасынан, бәрінен жаңағындай. Мәдениетті қазақтар да бар, ақылды қазақтар да бар. Сол фильмдердегі фон, анау қақылып түкіріп, жаңағындай отырып, жаңағы спортивмен, немен жаңағындай. Сол бір фон құртады да, басқалардың ой мына ауылдан шыққан анау деп қалан қазақтар сөйтіп ойлайды да, орысша ойланып қалған қазақтар жаңағы ой мамбет анау чөт ауылдан олардың көзінше жаңағы ауылдың адамдарының фоны жаңағындай жаман болып көрінеді да. Өйткені неге ауылдан адамдардың бәрі ондай емес. Мысалы ақылды адамдар да бар, жаңағындай бүкіл біздің ағартушы жаңағындай жазушыларымыздың өздері ауылдан шыққандар көп қой. Мысалы ақылды адамдардың өздері, мысалы ғылыми адамдардың өздері. Бұл жерде менің ойымша ұлттық тәрбиені қолға алу керек бір жағынан. Ал кино қазір мысалы көп рөл ойнайды менің ойымша. Мынандай ағартушылық жағынан болсын, не болсын. Өйткені басқа елдерді қарасаңыз, мысалы кино жағынан мысалы ақшасын аямайды, мысалға түсіреді, жаңағындай тілін дамыту үшін түсіреді, ағартушылық жағындай жақсы нәрселерді ғана вайб деп енді мотивация ретінде жаңағы көрсетеді. Енді бірақ қазір былай қарасаң, кино бір кәсіп емес. Кино деген негізі кәсіп, бұл өнер. Мына қазіргі кезде тек қана ақша ғой, ақшаның несі, ақша табудың көзі болып кетті ғой. Мынандай здравый смысл, логикаға қонатын бір нәрсе түсіру қазір сирейіп баратыр да, уже архаус болып кетті да. Ол өнердің өнері болып кетті да. Ол чисто режиссерлар өзі үшін түсіреді. Мынау қазіргі біздің көрсіп отқан ол чисто коммерциал ғой, чисто entertainment. Ағылшынша тек қана ақша, капуста жаңағындай не рубить ету үшін ғой. Содан одан не кино болды ол, былай қарасаң. Жоқ, коммерческий жаңағындай кинолар мықты, бар ғой.
канчама бірақ ол Америкада көбінесе жақсы сүреді жаңағыдай. Қазір енді азиатский кино мысалы жақсы сүріліп жатыр мысалы сол жағынан. Бұрын Европа, Американ киноларынан үйренші, енді қазір азиатский жаңағыдай кинолардан үйрене бастап жатыр енді былай қарасаң. Сондықтан айтып отқаным, егерде ондай жанашыр жандар болса, хабарласыңыздар, жазыңыздар, бірге түсірейік. Мүмкін мен де жұмыстан шығып соған бір кірсем. Солай. Негізі тек қана кино ғана саласында емес, көп салада жұмыс істегім келеді. Өндіріс жағынан да бір сондай пландар бар. Оны кейін біле жатасыздар. Менің ойымша әлі оған піскен жоқ деп ойлаймын. Дайындығым менің. Сондықтан бір видеода бәрін айта беріп, айта берсең, оның бәрі іске аспай қалатын сияқты, былай қарасаңшы. Іспен дәлелдеу керек те бәрін. Бұл бейнені түсіріп отқан негізі бұл мотивация ғой, былай қарасаң. Ұмыт қалмас үшін, негізі сіздер ғана көру үшін емес, өзімді көріп, жаңағындай кезінде не айттым, мен осыны істеуге ұмтылыс болу үшін да, менде. Сол үшін бір орында тұрып қалмай, алдыға қарай жылжу керек. Сол себепті осындай түсіргім келеді. Өзіме өзім дәлелдеу үшін. Сіздердің алдыңызда бірдеңе дәлелдегім келмейді. Халық, бүкіл әлемге емес, өзім ата-анама емес, туған туыстарыма емес, мен тек қана өзіме дәлелдегім келеді. Иә, мен істей аламын осындай, мен өзіме осындай жауапкершілік алдым, осыны істеймін. Және білмеймін енді, бұл өзімен өзің жұмыс істеу деп өзім есептеймін осыны. Адам өзімен өз жұмыс істеу керек негізі. Ол қалай? Өзін өзі тани білу керек, өзін өзі дамыта білу керек, өзін өзі оқыту керек, ары қарай ұмтылу керек. Содан кейін ғана адам тұлғаға айналады. Тек қана адам, жай әшейін адам емес, тұлға ретінде жаңағындай өсет сөйтіп. Менің өзім жаңа қағидам бір солай деп ойлаймын. Тек қана сен қара жұмыс істе, қандай жұмыс істе, мықты жұмыс істе, андай жұмыс істе, мындай жұмыс істе. Сен бәрібір даму керексің. Тек қана жаңағындай, ой, мен мынаны істедім, болды, маған жетеді, осыны. Ол не предел дейді ғой, шек жоқ ондайға. Адам дамуында шек жоқ. Егерде адам одан да дами аламын десе, мысалы, адам дамиды. Тек қана жаңағындай ұмтылу керек та. Не істесең де, бұл негізі хобби менің. Жаңағындай кино туралы, өнер жағынан бұл мен чисто не ғой, хоббиім деп есептеймін қазірше. Әзірше. Бірақ кейін мүмкін болашақта табыстың бір жолы деп болар деп үміттенемін. Жақсы бір кино түсіріп жатсақ, кейін ол кино жаңағындай бағасын халық береді, уақыт көрсетеді. Сондықтан айтып, ағынан жарылып отқан себебім осы.
Сондықтан көргендеріңізге рахмет. Егер көріп отырсаңыздар. Жаңа жылда тек қана аппақ қардай ашық болсын аспандарыңыз. Жаңағындай ниеттеріңіз аппақ қардай болсын. Жолыңыздан ашық болсын. Жаңа табыс, жаңа бақыт, жалғызбастылар екі бас болсын. Көбейіңдер, үрлі-шүрлі болыңдар. Қиналып жатсаңыз, шыдай алмай бір сабырға келіңіз. Осыған да жаңағындай шүкір деңіз. Енді ол қатты қиналғаннан өзім басымнан енді өткеннен кейін айтам, ол қатты сен не істей берсең де ол бәрібір бізден жаңағындай бір жағдайлар болады, бізге қарамайды олар. Жағдай ше, ситуация, от которой которые не зависят от нас. Сондай да болып қалады. Біз айтамыз мысалы, Құдайға шүкір, Құдайға сенем, не анау бір болады ғой адамдар аузында Құдай, Алла деп. Кейбір нәрселер біз шеше алмаймыз ол нәрселерді. Сондай да болады. Ол біреулер кетіп жатса да біз ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан сабырға келу керек. Бұл жерде бәрін таразыға салу керек. Санамызды саралап, ойымызды жинақтап, халатын өңу керек қой негізі. Ондай кезде. Өйткені сен андай құбылмалы болсаң, өзің жұмыс былай қарасаң өнбейді, тарта бастайды ар жаққа қарай. Сен желтеңдеп жаңағыдай не мынау бітпейді, не анау бітпейді, не ана ісің жаңағыдай ошы қалып қалды, мынау қалып қалды, бітті соның. Сен тыпыршып жаңағыдай жүйкең тозып, өзіңді өшіп, жаңағыдай шамың өшіп, адам сөйтіп күйзеліп кетеді. Негізі бұндай кезде адамда айтып отырмын, сабырға келіп, кішкене жинақталу керек те, сол кезде ғана өнеді, бір ісің өнсе де, соның өзі де бір қалай десем болады, соның өзі де бір нәсіп болады да, болашақта. Өйткені сен осыған жетем десең де бір мақсатқа бірдеңеден бастау керек қой. Күнделікті бір кірпіш сияқты қалау керек та, қабырға. Бір кірпіштен қалап тұрсың, жаңағындай нені сөйтіп күнде бір кірпіштен қалап тұрсың, қабырға сөйтіп өсіп үлкен үй саласын. Бұл енді мен бір жерден оқыдым, бірақ соны жаңағы цитаты жасап отырмын да соны. Сол бақыт, адам табысы, адамның жаңағындай барлық несі, нәсібі жаңағындай сөйтіп әр күн сайын өседі. Ал мынандай алдыға біз қоямыз, жоспар мынау болу керек, анау болу керек, мынау болу керек. Ол күнделікті бірдеңе істеу керек ол үшін. Күнделікті сен бір өзіңнің үлесін қоса беру. Мен бүгін істедім мынаны, жаңағындай
мен бірдеңе істедім, бір жақсылық болды. Келесі күні уже тағы бірдеңе істеймін, ол тағы да көңілсіз. Сол сияқты да. Былай бір неден бір сәтте әп-сәтте жаңағыдай бола қалады. Неме Құдай төменнен ақша, бақыт бәрін бере салады деген ондай тема ешқашан болмайды деп ойлаймын енді. Беретін шығар, бірақ ол оңай ешнәрсе берілмейді негізі. Бірдеңе берсе де бірдеңені алады. Сондықтан оны еңбек етіп, яғни өзің теріңмен тауып үлесіңді қоссаң, соның өзіне менің ойымша ол ештеңе жетпейді деймін да соған. Өзіңнің еңбегіңді ертең соның еңбегің арқасында соның қарның тояды. Көргендеріңізге рахмет. Келесі жылда кездескенше тек қана сәттілік, денсаулық ең бастысы. Сау жүрейік, әрдайым бақытты жүрейік. Езулеріңізден күлкі кетпесін, дастарханыңыз мол болсын. Және не деймін? Қарапайым сабыр берсін, табыс берсін, түсінік берсін. Өз жақындарыңыз арасында бір-біріңізді көп түсінік болсын. Ең бастысы. Өйткені бұл махаббат, ғашықтық, сүю деген өзінің бір синонимі деген ойлаймын. Өзара түсінушілік болсын. Ең бастысы. Түсіністік бар жерде бәрі бар деп ойлаймын негізі. Өйткені адамдар бір-бірін түсінбесе, ештеңе болмайды негізі. Жұмыста да ештеңе болмайды, отбасында да ештеңе болмайды. Өзің түсінетін шығарсың ол жағын. Сондықтан өзара түсіністік болу керек. Әр істе. Коллективте болсын, неде болсын, жаңағыдай жанұяда болсын, жаңағыдай туыстардың арасында болсын. Сол кезде ғана бір мақсатыңызға жетесіз. Жақсы, сау болыңыздар.